Биылғы жылы 15 наурыз күні республикалық референдум өтеді. Сол референдумға бүкіл қазақстандықтарды қатысуға шақырамын. Жалпы бұл референдумның өтуі негізгі ата заңымыз Конституцияның жаңа жобасын бекіту, жалпы ежелден қазақ жерінен келетқан салт дәстүр бойынша сонау Тәуке хан кезіндегі жеті жарғының өзі де талай рет талқыланып, осындай бүкіл халықтық қолдау тапқаны белгілі. Сондықтан да биылғы жаңа ата заңымыздың өзі маған өте қатты әсер қалдырды. Өйткені бұның негізгі бағыты адам құқы, адам еңбегін қорғау, бірлік пен ынтымақтың төңірегіндегі көптеген жақсы мағыналы баптар бар. Оның үстіне бұрынғы Конституцияны қараған уақытта мен 1995 жылда қатысқан едім. Енді қазірде қатысқан уақытта байқағаным, бұнда қазақ тіліне қатты мән берілген. Қазақ тілінің мән берілген соншалықты, мысалы 1995 жылы мемлекеттік гимн деп жазылса, мынада мемлекеттік әнұран деген жазылғанымен көріп оқып, соғанда өте қатты қуандым. Жалпы бұл жаңа Конституцияның бір үлкен бағыты, мен үшін қажетті бағыты, ол ғылым, білім және инновация жөнінен. Әрине, ғылым мен білімсіз мемлекетті көтеру өте күрделі, сондықтан осы бағытқа қатты мән берген. Сондықтан да мен Конституцияны референдумға қатысуға елді шақырамын, келіп қатысып, өздеріңіздің дауыстарыңызды беріңіздер.